Бүгінгі күн Қазақстан Республикасы тарихындағы ерекше күн, себебі Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысы осы жерде өтіп жатыр. Киелі Сыр елінде, Қызылордада. Мен бұрын Қызылордаға бірнеше мәрте келгем, жұмыс бабымен дәріс оқығам. Одан бері біраз уақытта өтіп кетіпті. Келген кезде Қызылорда қаласын танымай қалдым. Сәні мен салтанатына, тазалығына таң қалдым. Бұл мен үшін өте қуанышты. Жалпы Қазақстанның қай қаласы болмасын, қай жері болмасын, көркейіп гүлденгенін көру біз үшін зор бақыт. Ал Қызылорда не үшін ерекше біздің жүрегімізден орын алады? Біздер тілтанушылар Қазақстандағы тілдік ахуалды үнемі қарап сараптап отырамыз. Оқтын бүкіл республика бойынша өңірлерде тілдік ахуалды анықтау үшін сауалнамалар жүргіземіз. Сол сауалнамалар барысында Қызылорда халқының мемлекеттік тілді білу деңгейі әр қашанда бірінші орында тұрады. Сондықтан қазақ тілінің, мемлекеттік тілдің жанашыр ретінде мен осы Қызылорда халқына басымды иіп, тілге көрсеткен құрметтері үшін алғысымды айтқым келеді.